Ал құрметті сыныптастар, біз бүгін бір керемет бір сіздерге бір MacBook-тың тиын сатып алып жатқан деп отырмыз. Біздің кәдімгі оқушымыз Арай өзіне сабаққа немесе жеке мақсатта өзіне MacBook алғысы келген екен. Енді сөйтіп Араймен ақылдаса отырып, қай тиімді тәсілмен MacBook-ты алған дұрыс. Осы тақырып төңірегінде сіздерге әңгіме айтатын боламыз. Арайға сөз. Ең бірінші осы тиімді сатып алу жолдарының бірі ол бөліп төлеу бізде. Бөліп төлеу оған процент қосылмайды бізде. Ол 3 айдан 24 айға дейін болады. 3 ай, 6 ай, 12 ай, 24 ай. Біз жаңа 500 мыңның көлемінде алған болатынбыз. Оны 6 айға бөлгенде бізде 83 мыңнан шықты. 12 айға бөлгенде 41 мыңнан бөліпті. Ал 24 айға бөлгенде 20 мыңнан шықты. Осылаймен бір тиімді жолы бар сатып алудың осы MacBook-ты. Келесі бізде несие. Біз обычно Каспимен аламыз ғой. Ал Каспиде бізде несиелердің проценті 15%-тен басталады. Егер осылаймен алатын болсақ, несие арқылы 12 айға алсақ 575 мың шығып тұрады. Ал бір айға төлеуіміз бізде 47.900 теңге болады. Сонда бізде мына жерге бар жоғы бізде 500 мың болса, 15% бізге 75 мың теңгені қосып тұр. Яғни 75 мың теңге процент қосып түсінейік. Яғни біз 500 мыңға емес 575 мың теңгеге MacBook-ты алады екенбіз. Одан кейін тағы бір бізде бір осыны сатып алудың тиімді бір жолы бұл қолма-қол ақшаға айландыру. Бұл қалай мысалға? Мысалға сіздер бір 500 мыңға MacBook алғыларыңыз келді, дегенмен бір магазин тек наличка ғана қабылдайды. Тек қолма-қол ақша ғана қабылдайды. Осындай кезде жаңадан шыққан түр бар, яғни қолма-қол ақшаға айландыру. Каспиден сіздер шын ноутбук сатып алған секілді боласыздар, бірақ та ноутбукты товар ретінде алмайсыздар. Ол магазин сіздерге ақша қойып береді, наличка қойып береді. 20% өзіне ұстап қалады, қалған бәрі ақшаға сіздерге қойып береді. Сол ақшаға сіздер ноутбук аласыздар. Бұл да бір тиімді тәсіл. Одан кейін бізде жеңілдіктері бар, яғни Каспи Ред, Каспи Жұма, Каспи Бонус деген секілді. Сіздер Каспи Редпен 3 айға бөліп төлеу арқылы белгілі бір пайызды қосу арқылы алуыңызға болады. Немесе кәдімгі ең күштісі Каспи Жұмада, яғни 20-30-40% жеңілдік жасалып, сондай 500 мыңның біраз сомасын төлемей сатып алуға болады. Және де бізде соңғысы қолма-қол ақша, оны бір жай айтады. Қолма-қол ақшаға ешқандай пайыз қосылмайды, өз бағасын алуға болады. Сонда біз ақылдаса келе ең тиімді жолы, егер де ақшаң болатын болса, ол әрине қолма-қол ақшаға дұрыс. Ал егер қоса алмай қойыңыз. Егер ақшаң қолма-қол болмаса, ол бөліп төлеу бізде ең тиімді жол есептеледі. Рассрочкаға салады. Негізі уақытты тоса тұрып Каспи Жұмамен да алса. Уақыт Каспи Жұма. Бірақ ол уақыт керек. Каспи Жұма бізде кейде айына бір рет болады, кейде 3 айда бір рет.